Құрметті оқырмандар, мына суреттегі киіз үй өздеріңіз білетіндей 20 ғасырдың басында жарық көрген Алаштың ұлттық мінберіне айналған Қазақ газетінің эмблемасы. Киіз үйдің түндігіне назар аударсаңыздар, батыс бөлігі ашық, ал шығыс бөлігі жабық орналасқан. Мұның мәнісі неде? Әлихан Бөкейхан бастаған Алаш зиялылары халқымыздың заманға сай рухани мәдени құндылықтарын, тілі мен ділін сақтай отырып, батыстың, яғни Европа жұртының озық ғылымы мен білімін үйренуді және солармен терезесі тең мемлекет болуды көкседі. Киіз үйдің есігінде орналасқан төтеше жазылған қазақ сөзі туралы Ахмет Байтұрсынұлы бабамыз былай дейді: аталы жұртымыздың, ауданды ұлтымыздың аруақты есімі деп газетамыздың есімін қазақ қойдық. Сондай-ақ өзінің тағы бір жазбасында газетамыздың таңбасы қазақ, яғни қазақтығымызды сақтау деген. Құрметті достар, бүгінгі күннің ғылымы мен білімін, технологиясын игеру, сондай-ақ ұлт ретіндегі болмысымыз бен құндылықтарымызды жоғалтпау, оны сақтау әлі де өзінің маңызын жоғалтқан жоқ.